Мінекей бірінші раунд бастауға жақын. Кирилл Геккель, Дәурен Дәкенов. Қызықты айқас күтудеміз. Ардақ жанкүйерлер, бүгінгі кештің 5-ші жұба. Алғашқы соққыға Геккель өзінің бойшаңдығын, аяқ қолының ұзындығын бірден сездіргісі келгенде Дәкенов. Қазір екі қолын үн жоғары ұстау арқылы міне қарсыласының мынандай қауіпті соққыларынан қорғану қажеттігін өте жақсы сезуде. Геккель к 23 годам успел провести бои почти во всех казахстанских организациях. Алаш, Прайд, Октагон. Вот теперь найса! Мінекей қазір Дәкенов Просто бросился в ноги и свалил оппонента. Және Геккельдің де тамаша қарым-тәдісін айта кетуіміз керек. Әттең оның өкінішіне орай толыққанды орындай алмай қалды. Міне Дәурен үшін қазір жақсы позиция. Закрывает гард Геккель. Действует достаточно пассивно. Возможно, что-то и в партере показать сможет. Регалий достаточно, но и в джиу-джитсу. Говорилось об этом, что достаточно хорош. Дәурен үшін енді мына позицияны әрі қарай дамытып, былай айтқанда өрістетіп алып кететін болса, бұл Геккель үшін аса бір қиын жағдай болмақ. Но мне нравится, что вот так очень юно выглядящий Геккель взял себе прозвище Берсерк, а грозный Дәкенов такое милое прозвище, как Дакенти. И опять сваливает он Геккеля. Рука остается у соперника Дакенти, не может вырвать правую, вытащить ее для того, чтобы как-то развить успех, перейти. Бәлкім енді Дакенти деп ата әжесі еркелеткен болар. Содан кейін қалыптасып қалған атақ, лақап аты дейікші. Бірақ Дәурен оған қарап жатқан жоқ. Қағазда Дакенти болса, 8 бұрышта Дакенти болып тұр қазір шынында. Қауіпті. Да, Геккель работает и снизу тоже при этом, в принципе, особой угрозы не представляет проход. То есть есть контроль, но не более того. Геккель ауға түскен балықтай шоршып, әрі бері үнем қимылдауда. Өйткені Дәуреннің төбесінен төндіре соғатын соққылар қауіпті. Сондықтан да Геккель қалайда қарсыластың осы қыспағынан шығып кетуге талпыныс жасайды. Оған күш қуаты жеткілікті. Ну, как же отличается этот бой от последнего поединка с участием Дәкенова, потому как тогда он, да, его просто Медибаев заборол, а теперь именно он инициирует борьбу. Раз за разом есть захват, колено. Геккель бросается вперед и опять Дакенти шикарно выбирает момент. Отлично ловит тайминг, опять зажимает у сетки оппонента. И, в принципе, вот в таком формате и может пройти весь бой, насколько я понимаю. Заблокировал обе ноги. Ноги Дәкенов. Сейчас бы достать голову только. Вытащить. Он при этом пробивает по корпусу. Так, это для того, чтобы продемонстрировать собственную активность. И в маунте уже все. Дәкенти перелез. Позиция. Қазір міне Дәуреннің енді. И Геккель қарым-тәдіс. Соперника. Отлично. Алғашқы Геккельдің жемісті ұмтылысы. Міне, алма кезек дүние деп осын айтады. Геккель енді мына позициядан жойқын соққыларды жиілететін сыңайлы. Бір білегімен қарсыластың кеңірдеген баса түсіп. Насколько он опасней, да, в этой позиции. И shoulder punch, так называемый, и успел локтем пробить разок. Дәкентидің бетінен бір тіліп кетті мекен қанның ізі байқалды жаңа ғана. Бұл енді бір ауыр жарақат емес шығар деген сенімдеміз. Ал енді міне! И опять Дәкенов. Раз за разом. То один, то другой меняют позиции. Мына жекпе-жек бар ғой, партерде белдесу болса да өте тартысты өтуде.
Вот именно. И причем зрители это оценили. Ни свиста, ничего абсолютно. Наоборот. Сүйсініп тамашалауға тұратын жекпе-жек. Міне қазір Геккель қарсыласты. Bir қолын бір мойнымен қоса алды. Уақыт жетпеді. Енді бәлкім бұл жерде Даккенджидің аздаған басымдығын айта кету керек шығар. Бейне қайталау сәті. Дәурен Дакенов бірнеше мәрте ұмтылған қарсыласын осылай қарусыздандырып партерге жайғастырды. Одан кейін Геккель бір мәрте тамаша қарымта әдіспен кеудесіне қонған қарсыласын қағып түсірді. Астына бауырына баса білді. Мінекей бақылау тұрғысында 3 минут 29 секунд Дакеновтың тарапында. Және де одан 4-5 есе аз көрсеткіш Геккельдің қанжығасында. Екінші раунд қызықты болайын деп тұр. Функционалды тұрғыда қай жауынгердің дайындығы жетеді. Және де екі тарап өте жақсы түсінеді. Күшті әр раундқа тең үлестіріп барынша жанар жағармайды, сармайдай сақтау керектігін. Өйткені күш қуат шешуші фактор. Геккельдің бірінші раундтағыда еркін қимылы. Какой взрывной-то Кирилл Геккель. И да, 23 года это только начало карьеры. При этом уже 8 боев на профессиональном уровне. Тем более для бойца из Казахстана это показатели очень солидные. Вновь в одну ногу Дакенов прижимает. Ну и нашел себя. В принципе, так. Дакенов шындығында Геккельдің қорғанысынан осал тұсты тапқан екен. Оны бізге партерде бірнеше мәрте бүгін дәлелдеді. Но очень качественно работает Дакенов. Там пытался треугольник, по-моему, набросить Геккель. В этот момент Дакенов развернул соперника. И захват уже от Дакенова. О, Дакеновтың қазір! Берется он! Беріледі ме Геккель, берілмей ме? Шикарный захват! Мына тұста Геккельдің шығып кетуіне ешқандай да мүмкіндік жоқ, сыңайлы. Кирилл барынша. И ноги заблокировал, обрати внимание, вот аяқтай қастырды. Набросил. Кирилл живет. Кирилл қандай батылдық мынау. Геккель берілетін емес әзірге Дакенов. Мына тұста бұл құшақты жаза қою оңай болмайды. Ну нет, здесь уже стаскивает, да. Геккель пережил. Вот в первые секунды казалось, очень плотно взялся Дакенов. Және де Кириллдің жүзі қазір бізден бір метрде ғана қашықтықта, ешқандай абыржудың белгісі жоқ. Дакенов те қазір ақырын қарсыластың қолын қайыруға кірісті ме, қалай өзі тағы бір әдістің шетін шығарады ма? Оу, қауіпті! Да, пытался выйти на болевой. Бұл жерде, бірақ Кирилл... Тимуру, по-моему, да? Жоқ, бір... Просто даже не разобрал. Қарсыластың... Пробивает сверху в маунте Геккель впервые за долгое время. И... Геккельдің қарымта қайтаратын сәті қазір. Дакенов оның аяғына жармаса. Жойқын соққыларды өткізбеуге барынша жанталасуда. Шикарный поединок от Дакенова и Геккеля. Пока это претенденты на бой вечера определенно. Сөзсіз, бұл раундтың әр секунды, әр сәті. Шынтақпен қазір Геккель Дакеновтың қорғанысын тапты, бұзды. Қандай ауыр соққыларды өткізіп алды Дакенте. Мощно в корпус пробивает Геккель. Дакенов не выбраться. Пытается там блокировать ногу, и Дакенов просто не хочет дать возможность Геккелю в маунт пересесть. Сколько уже Кирилл нанес урона вот за последнюю минуту. Продолжает разбивать лицо соперника. Міне Геккель қарсыластың бір қолын істен шығарды, бірақ әзірге Дәурен барынша сақ, жинақы. Пошли локти. Ох, как мощно. И получает Дакенов.
Многовато урона. Берет через руку. На удушение Дакенов пытается выкрутиться, но, по-моему, плотно. Нет! Опять свипут. Вновь меняет позицию. Вновь выбирается Дакенти. Дәурен қазір қарсыластың қос қолын қапсыра құшақтап өзі позициясын жақсартты. Енді қалай алма кезек дүние. Ардақ жанкүйерлер, қараңыздаршы, партердегі нағыз екі жауынгердің қас шеберлігі деп осыны айтуға болады. Ну, обоим контроля не хватает, безусловно. Но при этом это, конечно, нравится зрителям. Дакенти вдогонку выбрасывает удар. Бір минуттай уақыт бар, тағда аяқ қомтылыз. Из последних сил пошел на соперника. И, по-моему, уже и Кирилл. Шаршады. Да. Екеуі де шаршады, бірақ енді шындығында лайықты тік тұрып қол соғуға. Қошемет. Тут Шавкат Рахмонов появляется на арене. В этот момент сопровождают его сотрудники безопасности. Понятно, что все зрители сразу встали с места. Жанда 10 шақты қара киімді. И у нас паузы в поединке. Но опять почти минута, да, контроля от Дакенти. Геккел мен Дакенов те Шавкатқа бір бас көтеріп қараған сыңайлы болды. Міне қазір Кириллдің ұмтылысы, бірақ Дакенти соңғы 15 секундта тиімді пайдалана алады. Вот здесь взялся. 12 секунд. Опять стаскивает. Опять снимает этот захват. Алма кезек, жан алысып, жан беріскен жанталас жекпе-жек деп осыны айтуға болады. Ардақ жанкүйерлер, өте тартысты жекпе-жекті тамашаладық. Сондықтан да бұл раундта қазір енді үшінші кезең шешуші болады бұл жекпе-жекте. Мына тұста Геккелдің басымдықты бір жұлып алған сәті. Одан кейін Дакенти қарсыласты астында жатып қалай аударып тастаған көрдіңіздер тамаша әдіспен. Мінекей. Ну да, здесь... Соқлар санда. Да, мне кажется, просто запутались сами, да, графисты, потому что очень много событий было. Бұл жерден де тіпті тіркеп отыруда, жаңылу әбден мүмкін. Үшінші раунд. Дидар, енді бұл шындығында бүгінгі кештің әзірге ең тартысты жекпе-жегі. Біз тамашалаған 5 жұптың ішінде алда қаншама жойқын айқастар күтеді бізді. Бүгін кештің басты жекпе-жегі Еламан Саясатов пен Қазбек Сағын арасындағы жекпе-жек, ардақ жанкүйерлер. Бұл айқасты қаншама мың жанкүйер тағатсыздан тосуда. Басталды үшінші раунд. Дакенов сразу отходит. И Геккель хочет совершить тейкдаун. Да, сваливает соперника. Опять халфгард. Вновь блокирует правую ногу Дакенти. И каким-то образом выворачивается, но есть захват. Опять там на Кимуру пытается выйти Геккель. Дакенти нужно... А ему это удалось, да? Он просто засейвился в этом случае. Геккель раундтың басында осы Дакеновтың бұған дейін 2 раунд бойы жасаған әдісін өзіне қолданып бірден аяқ қондылыс жасаған еді, бірақ Дакенти бұл тұста да қазір енді қарсыластың арқасына жармасып алған сәті тіземен соққылар жасауда. Енді қайтадан шөктіруге тырысады бейікші қарсыласын Дакенов. Да, вовремя вставляет вот здесь ногу. Дакенти благодаря этому и Геккелю цвик не поможет, а остается за спиной Дакенов. По-моему, вот сейчас Кирилл выберется. Нет. Опять. Давление на челюсть навряд ли. Откровенно, да. Екінші аяқпен түйіндейтін бір сәтті жіберіп алды Дакенов. Жоқ. Міне енді қазір жақсы позиция. Бірақ енді Геккель қарсыласының бір қолын жібермеуге тырысады. Әрі енді мына тұста айқастырған аяқты қалай ғана жасып тастауға
Әйтеуір бір жолын табуда Геккел. Да, при этом давит на брюшную полость Дакенов. Сложно дышать. Геккель, он разворачивается опять. Кирилл. Енді бұл жігіттерге шындығында партердегі белдесу үшін арнайы бір сыйақы тағайындаса, мен ойымша, еш артық етпейді. Там просто можно поединок по греплингу, да, Yeah. организовать для них. И это уже будет зрелищно. Да, качества, понятно, не хватает немного техники, где-то доработать чуть. Но с другой стороны и защищаются оба очень-очень хорошо. Дакенов теперь снизу. Блокирует одну руку. Параллельно пытается сам Және что-то выбрасывать. атай кететін бір жайт ардақ жанкелер. Екі жауынгерде қос раунд барысында ешқандай шаршағанның белгісін байқатпады бізге. Толассыз қимыл, толассыз бір қарымта әдіс, шабуыл, соққылар. Тамаша. Корпус, голова. Геккель. Амерфисты. Дакенов перекрывается. Но сейчас ему нужно предпринимать какие-то активные действия. Выбраться бы из-под соперников, потому как третий раунд потихонечку уползает к Кириллу. Кирилл жақсы ұпай жинайтын Локти. Оу! Мұна екі соққы қазір жойқын болды. Бұл тұста қайткенде де Дакенов үшін сытылып шығып кету керек. Бұған дейін раунд барысында қолданған әдісін қайталап көреді де Урен, я. Арқасын берді қарсыласқа. Енді қазір осы құлыпты бұзу арқылы, міне, қарсыластың айқасқан екі қолын екі жаққа айыру арқылы Дакенов өзінің бостандыққа шығатын жолын іздейді. Кириллдің соққылары. Ну, респект бойцам. Вот за этот поединок абсолютно никакого хейта они не получают сейчас от зрителей. Хотя, казалось бы, все ведь так не любят партер. Так не любят, когда на протяжении 15 минут все проходит именно на канвасе. Yeah. Но здесь столько всего случилось. Дакенов и Геккель. Бір 70%-ын бізде партерде көрдік. Бірақ Пересаживается. Оу! Пересаживается в маунт. соңғы Еще есть тұстары. 40 секунд. Есть еще 40 секунд. Ай. Растягивает Геккель оппонента и будет работать сверху. Күш жетпей жатқан сыңайлы Дәурен үшін. Ал енді Кирилл өзінің бұл раундтағы басымдығын тамаша сезінуде. Но уже сил не хватает. Сил не хватает. Это, друзья, только 5-й бой. Соққылар да әлсірей бастады, Геккелдің. Да, понятно. Ну, столько сил. Салмага. Оба. Да, может, опять Дакенов, да, он опять секунд. Он опять меняет. Қайтқа қалай дегенмен де Дакеновтың. Енді бұл жерде қалай? Екі жауынгерге де тік тұрып қол соғып, қошемет білдіріп, кім жеңіске жетсе де менің ойымша лайықты. Ал енді төрешілерге шешім шығару қиын болатын сыңайлы. Но Кириллу только 23 года. Только 23 года. Ал енді біз жаңа атай кеткен бір жайт. Ардақ жанкерлер, еске сала кетейік, бұл Кирилл Геккель мен Дәурен Дакенов арасындағы жекпе-жек. 28 жастағы Дәурен Дакенов кәсіби тұрғыда Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігіне қарасты арнайы жасақтың қызметкері Кирилл Геккель. Панкратионнан әлем чемпионы, ММА бойынша Азия және Қазақстан чемпионы. Тең дәрежедегі тамаша жекпе-жектің куәсі болдық. Бұл найза 77 Өскемен қаласы. Екі жауынгер де қошеметке лайықты. Ардақты спортсүйер қауым. Төрешілердің де шешімі созылып кетуінің де себебі бар. Өткені 3 раунд бойы біз
тартысты белдесуді тамашаладық. Кім жеңіске жетсе де лайықты екі жауынгерде. Қалай, ұзақ бір үзіліс болуда. Еске салсақ, бұл әзірге 5-ші жекпе-жек болатын. 5-ші жұп найза 77 турнирінің. Қалай болар екен? Ардақ жанкелер осы сәтті пайдалана отырып, найза 77 турнирінің басты серіктестерді еске сала кетейік. Міне, ринг анонсеріміз ортаға шықты. Рауан Дулат енді жеңімпаздың кім екендігіне құлақ түрейікші. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, 3 раундтың нәтижесі бойынша төрешілер шешіміне жүгінеміз. Төрешілердің шешімі 2-ге бөлінді. Бірінші төреші 29-да 28 көк бұрыш. Екінші төреші 28-де 29 қызыл бұрыш. Және үшінші төреші 28-де 29. Төрешілер шешіммен жеңіске жеткен. Алаңдың қызыл бұрыша Кирилл Геккель!